Ең алдымен оқушылар қорғаныс киімдерін, оның ішінде қорғаныс халатын, қорғаныс көзілдірігін және қолғапты киюлері тиіс. Аталған киімдер таза және бүлінбеген болған абзал. Тәжірибелер оқулықта көрсетілген әдістеме бойынша немесе мұғалімнің тапсырмасына сәйкес жасалуы керек. Тәжірибе барысында қолданылатын реагенттердің мөлшерін өз бетінше өзгертуге болмайды. Тәжірибеде қолданылатын заттар таза болуы керек. Өйткені басқа заттың болмашы мөлшерінің өзі тәжірибенің жүрісін өзгертіп жібере алады. Тәжірибе кезінде зертханалық үстел ұқыпты және таза болуы керек. Үстел үстінде тек тәжірибе жасауға қажетті құралдар мен ыдыстар ғана қалуы тиіс. Егер тәжірибе барысында улы немесе зиянды газдар, бу әлде шаң бөлінетін болса, тәжірибені тартпа шкафта жүргізу қажет. Тез тұтанғыш заттар жалынның жану көзінен алыс қашықтықта орналасуы керек. Оларды газ жанарғысымен емес, су ванналарында немесе электр қыздырғыштардың көмегімен қыздырған жөн. Химиялық реактивтердің дәмін татып көруге болмайды. Улы заттардың өте аз мөлшерінің өзі денсаулыққа зиян келтіруі мүмкін. Химиялық зертханада тамақтануға не сусын ішуге болмайды. Өйткені бұл зиянды заттарды жұту қаупін арттырады. Таза заттар тұрақты температурада балқып қайнайды, ал қоспалар әртүрлі температуралар аралығында балқып қайнай алады. Қоспаларды оның құраушыларына салыстырмалы түрде оңай бөлуге болады. Қоспаларға қарағанда су секілді таза затты оны құраушы элементтерге, аталған жағдайда сутек пен оттекке бөлу өте қиын. Кітап, картон қиығы мен мақтаға қараңыз. Бұлардың пішіндері мен өлшемдері әртүрлі. Алайда олардың барлығы бір зат, целлюлозадан жасалған. Егер біз объектілерді ұсақ бөлшектерге бөлетін болсақ, олардың пішіндері өзгереді, бірақ олар жасалған материал өзгеріссіз қалады. Материяның жекелеген осындай түрі таза зат деп аталады. Целлюлоза таза зат, дәл сол сияқты темір мен көміртек те таза заттар. Су да таза зат болып есептеледі. Ол сұйыққа, су буына немесе мұзға айнала алады. Әр заттың өзіне тән өзгермейтін қасиеттері бар. Сондай қасиеттер химиктерге оларды өзге заттардың ішінен анықтауға көмектеседі. Түрлі заттар өздерінің бірегей әрі ерекше қасиеттері бойынша анықталады. Ондай қасиеттерге заттардың түсі, иісі, физикалық күйі, тығыздығы, балқу температурасы мен қайнау температурасы, тағы басқалар жатады. Сонымен қатар таза заттардың температура, көлем және массаға тәуелді белгілі бір қасиеттері де бар. Егер біз құмды сумен араластырсақ және қоспаны бірнеше минутқа қалдырсақ, онда құм судан ауырырақ, немесе нақтырақ айтсақ, құмның тығыздығы судың тығыздығынан жоғарырақ болғандықтан, ол су түбіне тынады. Егер біз суды басқа стақанға жайлап қайта құйсақ, құм түбінде қалып, біз қоспаны бөліп ала аламыз. Тығыздықтарының әртүрлі болуының нәтижесінде сұйықтықтағы қатты заттардың ыдыстың түбіне шөгуі тыну деп аталады. Бұл әдіс ағынды суларда қайта өңдеу орындарында жиі қолданылады. Қатты заттар түбіне тыну үшін ағынды суларды су сақтайтын арнайы резервуарларда бірнеше сағатқа қалдырады. Тұзды теңіз суынан бөліп алу үшін біз теңіз суын буландырғыш ыдысқа құямыз. Және ыдыста тек тұз кристалдары қалатындай барлық су буланғанша қыздырамыз. Қоспаны бөлудің бұл әдісі буландыру деп аталады. Ол қоспа компоненттерінің әртүрлі қайнау температураларының әсерінен жүзеге асады. Су төменірек температурада қайнайды, сондықтан бірінші буланады. Ал қайнау температурасы жоғарырақ тұз ыдыста қалады. Магний оңай өңделетін металл. Біз қайшымен магнийдің жұқа қабатын оңай кесіп ала аламыз. Кішкентай магний жолағын жанарғы жалынына жақындатқанда не болатынын тексерейік. Магний жарық, көз шағылыстыратын жалынмен жанады. Жану кезінде алынатын өнім магнийден мүлдем өзгеше болады. Ол металдық жылтыры жоқ ағынтақ. Алынған өнім өзгеше химиялық қасиеттерге ие жаңа зат.
Нәтижесінде жаңа зат түзілетін өзгеріс химиялық өзгеріске жатады. Қағаздың жануы кезінде де химиялық өзгеріс жүреді. Бұл реакцияның өнімі күл, қағаздан басқа зат. Химиялық өзгерісті әдетте химиялық реакция деп атайды. Темір сульфиді сияқты химиялық реакциялармен түзілген қосылыстар бастапқы элементке ұқсамайды. Қосылыстарды бастапқы элементтерге бөлу өте қиын. Темір үгінділері магниттік қасиетке ие. Күкірт ұнтақ күйінде су бетінде қалқиды. Егер темір үгінділері мен күкірт ұнтағын араластырып, жоғары температурада қыздырса, олар сульфид деп аталатын қосылыс түзейді. Темір сульфиді жаңа зат. Бұл жай ғана темір мен күкірттің қоспасы емес. Оның магниттік қасиеті болмайды, және ол суда қалқымайды. Судың физикалық өзгерістеріне қату, балқу және булану жатады. Мұз, сұйық су және су буы бір заттың, дәлірек айтсақ, екі сутегі атомы мен бір оттек атомынан тұратын су молекуласының әртүрлі агрегаттық күйлері. Қату, балқу және булану процестері физикалық өзгерістерге жатады. Себебі бұл процестер барысында заттың құрамы өзгермей, тек агрегаттық күйі мен тығыздығы өзгереді. Қағазды қию, тәрелкені, айнаны немесе терезе әйнегін сындыруда физикалық өзгерістерге жатады. Себебі бұл процестерде заттың өлшемі өзгергенімен құрамында ешқандай өзгеріс болмайды. Біз екі сынауықтанда газ көпіршіктері бөлініп жатқанын көре аламыз. Олардың екеуі де көмір қышқыл газы. Бір сынауықта газ натрий карбонаты мен тұз қышқылының арасында жүретін химиялық реакция нәтижесінде түзіледі. Бұл химиялық өзгеріс. Ал екінші сынауықта суда еріген көмір қышқыл газы сынауықты қыздырған кезде босап шығады. Бұл физикалық өзгеріс. Салқындау қисығы қыздыру қисығына қарама-қарсы және бу фазасындағы заттан жылудың шығарылуы барысында температура қалай өзгеретінін көрсетеді. Біз графиктен қайтадан екі горизонталь бөлікті көреміз. Олардың біреуі будың сұйыққа конденсациялануына, ал екіншісі сұйықтың қатты затқа айналуына сәйкес келеді. Салқындау қисығы қыздыру қисығының айналық кескіні екеніне назар аударыңыз. Екі фазалық ауысуда қыздыру қисығындағы сәйкес температураға тең тұрақты температурада жүреді. Сұйықтықтың бүкіл көлем бойынша кенет газға өзгере бастауы қайнау деп аталады. Температура көтерілген сайын сұйықтық бөлшектері көбірек энергияға ие бола бастайды. Ақырында олар өзара тартылыс күшін жеңетте атмосфераға ұшып шығады. Қайнау процесі қайнау температурасы ретінде танымал. Белгілі бір температурада жүзеге асады. Таза заттардың қайнау температуралары тұрақты мәнге ие болады. Мысалы, су қалыпты атмосфералық қысымда Цельсий бойынша 100 градуста қайнайды. Булану мен қайнаудың арасындағы айырмашылық булану сұйықтықтың бетінде ғана, ал қайнау сұйықтықтың бүкіл көлемінде жүреді. Таза заттар белгіленген температурада белгілі бір жағдайда қайнайды, ал булану кез келген температурада салыстырмалы түрде жылдамырақ немесе баяулау жүреді. Булану біздің қоршаған ортамызда кең тараған процесс. Жаңбырдан қалған шалшық суда дымқыл шашта уақыт өте құрғайды. Сол сияқты жаңа жуылған киімде әсіресе шуақты жылы күндері тез кебеді.